Барлықтарыңызға сәлем. Біз өз сұхбаттарымызды жалғастырып жатырмыз. Бүгінгі қонақта педагогика және ғылымдар саласындағы маман. Жалпы өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Еуразия ұлттық университетінде қазіргі әлеуметтану ғылымдар факультетінде оқытушы болып жұмыс жасаймын. Түркиядан PhD докторантураны бітірген болатын. Әлеуметтік ғылымдар бойынша, соның ішінде социологпын деп айтсам болады. Осы салада да университетте қазір оқытушылық қызмет атқарып жатырмын. Рахмет. Жалпы Түркияда қандай университетте оқыдыңыз және қалай түстіңіз? Түркияда мен Мармара университетінде оқыдым. Бізде Түркия бурслары деген бағдарлама болды. Scholarship сол арқылы түскен болатын. Соның грантын ұтып алып, докторантураны оқыдым. 1 жыл түрік тілін оқыдым. Ол жаққа барғанға дейін мен мүлдем Түркиямен, түрік тілімен ешқандай бір байланысым болған жоқ. Тіпті түрік тілін білген де жоқпын. Тіпті жол сұрайтын да түрікшем болған жоқ. Тек бағдарламаны ұтқаннан кейін сол жаққа барып үйрендім. 1 жыл түрік тілін үйрендім. Сосын ол жақта докторантура кішкене Қазақстанмен басқаша, өзгеше. Бізде 3 жыл болса, ол жақта докторантура 4 жыл. Сонымен тілмен қосқанда 5 жыл. Кішкене кешігу бар, себебі бізде академиялық тіл қиындау болды. Сонымен 5,5-6 жылға дейін Түркияда өмір сүрдім. Сол жақта өтті. Былай айтқан кезде бізде мынау докторантураға түскендердің арасында мынадай сөз бар. Біздің заманымыздан бұрын кеткендер деп атайды екен Қазақстанда. Себебі мен 5-6 жыл деген ол тез бітірген екен. 10 жылдап жүретін, 7-8 жылда бітіретін докторанттар да бар екен. Бітіре алмай кететіндер де бар әрине. Сол үшін осы 5-6 жылда өзінің уақытында бітіріп келдік Қазақстанға. Осы салада жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы Түркия бурслары бағдарламасы туралы толығырақ айтсаңыз, қандай мүмкіндіктер береді, нені қамтиды? Шыны керек, Түркия бурсларының мүмкіндіктерін мен әлі күнге дейін дәл сондай мүмкіндік берген scholarship көрмедім. Себебі бұл бізге тілді де оқытты, ұшып бару және ұшып келу ұшақты да көтереді, стипендия береді және жатақханамен қамтамасыз етеді. Сонымен қоса страховка дейміз, денсаулық сақтау несінде осы Түркия бурслары барлығымен қамтамасыз етеді. Сондықтан Түркия бурсларына тапсыру және одан өту әрине оңай емес. Қазіргі кезде Түркия бурсларына тапсырушылардың саны өте көп. Соның ішінде Қазақстан биыл рекорд көрсетті. Мысалы Өзбекстан, Әзербайжан сияқты мемлекеттерден Ресей 5,000, 4,000 адам тапсырса, Қазақстаннан 16,000 адам тапсырған. Әрине оның 100 шақтысы ғана қателеспесем өтеді 16,000 адамнан. Сол үшін бұған тапсыру сайт арқылы жүзеге асады. Сайт Түркия бурслары деп жазса шығады. Сол сайтқа өзінің бірінші этапта сайтқа документ тапсырады. Сол бойынша екінші турға өтеді. Екінші тур ол жаңағыдай кездесу, сұхбаттасу, собеседование дейміз ғой, соған өтеді. Бірінші тур тек қана сайтқа тапсырады. Сол сайт арқылы тапсыруға болады. Сіз өзіңіз тапсырғанда барлығын өзіңіз толтырдыңыз, е? Иә, өзім тапсырған кезде барлығын досыммен бірге өзіміз екеуміз толтырдық, екеуміз тапсырдық. Тіпті түрік тілінде білмейміз, біз орыс тілінде толтырған болатынбыз. Нені аудармашы ретінде собеседованияны аудармашымен қазақ тілінде өттік біз. Юнус Эмре деген орталық бар. Енді білмеймін, қазір онлайн өтетін шығар, пандемияға байланысты біздің кезімізде офлайн өтті, барып сол жерден өткен болатынбыз. Бірінші тур бұл заявка тапсырғаннан кейін сізге екінші турға шақырту қағазы келеді. Шақырту қағаз келгенде Алматы немесе Астана қаласында собеседование өтеді. Сол собеседование бойынша айтсаңыз, жалпы қалай өтті, қай қалада, қандай сұрақтар қойды ең маңыздысы? Негізі біздің собеседование неде болды? Астана қаласында, Юнус Эмре орталығында, жаңа Қонаев көшесінде орналасқан. Сол жерде болды. Ол жерде енді біздікі гуманитарлық бағыт болғаннан кейін, ол жерде отырған кісі осы гуманитарлық салада болды. Өте көп сұрақ қойды маған, шыны керек. Басқа нелер болды, техника саласына түскендер, биологияға түскендер деген сияқты. Ол салада сұрақтар көбінесе жеңіл болды, жаңағыдай. Не үшін Түркияны таңдадыңыз, Түркияда артықшылықтары қандай деген сияқты сұрақтар болды. Бізде жалпы мамандық бойынша,
жалпы қазақ пен Түркияның арасындағы мәдениет бойынша, философиясы бойынша, қоғамы туралы сұрақтар қойылды. Аудармашы ретінде жауап беріп отырдым. Енді мен Қазақстанда да өте белсенді болдым университетте. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің магистратурасын бітірдім. Енді қазақстандық университеттерінше салыстырмалы түрде бізде Казгу екеуі жоғарғы болып саналады, ұлттық. Сол салада және де мен әкімшілікте жұмыс жасадым. Сол үшін менде бір барьер, бір ешқандай қиындық болған жоқ собеседование өтуде. Және де бірнеше мақалаларым кітапқа шыққан болатын. Оларды көрген кезде әрине түріктер оны жақсы бағалайды, бұндай нәрселерді. Мен собеседование шыққан кезде аудармашы маған сіз түстіңіз деген нәрсені хабарды сразу айтты. Бірден айтты, енді өте жақсы тапсырдыңыз деп, енді сізді алатын шығар деді. Енді бір 99%-ға айтты. Әрине, 1-2 айдан кейін менің почтама не келді, хабар келді, сіз докторантураға түстіңіз деп. Сол үшін енді мынау ғылым саласындамыз ғой, біз ғылыми магистратура, докторантураға түсетін студенттер болса, айтарым, кеңесім, жаңағы осы ғылым саласында жазған мақалалар болса, қатысқан конференция, симпозиумдар болса, оны міндетті түрде сақтау керек, және сертификаттары болса, собеседование алып барса, ол өзі үшін плюс болып саналынады. Өтуге шансы көбейеді, былай айтқан кезде. Сол сұхбатқа барғанда Астана қаласына кейбір студенттерге бір қауіпті сұрақ қойылады. Түркияда білімді бітіргеннен кейін Түркияда қаласың ба, қалуға жоспар бар ма деген, сізге сондай сұрақ қойылды ма? Әрине ондай сұрақ қойылды маған. Бірақ бұл Түркия бурсларында сұрақ ретінде ғана қойылады. Заңды түрде қарасақ, біздің жасаған договорда, келісім шартта ешқандай сіз қайтуға міндеттісіз деген жерге жоқ, ондай нәрсе жоқ. Мысалы, мен Түркиядан қайтпас бұрын докторантура бітірген кезде Түркияда әрине жұмыс қараған болатынбыз. Көп жерде ондай бір кедергі болған жоқ маған, шыны керек. Сіз қайтыңыз, еліңізге барыңыз деген сияқты. Және елден керісінше көп шақырулар келді жұмысқа. Сосын Түркияда пандемия басталды. Сосын тек қана проблема не болды, жаңағы вид на жительство дейді ғой. Сол мәселеде менің нем тоқтады, стипендиям тоқтады, вид на жительством тоқтады. Сол үшін қаладан шығу керек болды. Сол мәселені ертерек реттеп алсаңыз, сол Түркияда қалуға да мүмкіндіктер болады. Өз салаңызды арғай жалғастырсаңыз да болады. Қаншама тәжірибеде, қаншама студент әлі жүрген студенттер бар. Тіпті Түркияға қызығып, Түркияны Стамбулдан кеткісі келмей оқуын созып жүрген студенттер де бар ол жақта. Ана бір Мимар Синан университетінде оқыған суретшінің әңгімесі бар ғой. Оқуды бітірмейді екен, теңіздің шетінде орналасқанда корпустан, Босфор бұғазынаға. Сосын бітірмейді екен, жылда сурет сала береді екен, сол университеттен шығып, теңізге қарап. Сосын, сіз неге бітірмейсіз, жақсы сурет саласың ғой, неге бітірмейсің десе, мен мына көріністі сосын кіріп қарай алмай қалам дейді да, студент бітіргеннен кейін университетке кіре алмай қалам, сол үшін мен бітірмей сурет салып жүрмін деп айтқан екен. Сол сияқты сондай студенттер көп, әлі Стамбулдың әдемілігін қимай, Түркияда бітірмей жүрген студенттер, немесе қалып қою жағын ойлап жүрген. Сол жалпы. Жалпы университетке Түркия бурслары анкетасын тапсырғанда Мармара университетінен бөлек қандай тағы да университет таңдадыңыз? Шыны керек, сол жерге барған кезде менен қандай университетке тапсырғыңыз келеді, қандай университетке түскіңіз келеді деді. Мен собеседованиеге дайындалғанда кішкене үлгере алмай қалдым. Себебі мен Түркиямен еш байланысы болмаған, ол кезде түркішені де білмеймін. Тапсырғаннан не келіп қалды, мен магистратурамды, диссертациямды қорғайын деп жүрген кезім, май кезі. Сол кезде келіп қалды да, мен дайындалмай интернеттен Стамбулдағы университет деп жаза салдым. Бірінші Мармара деген сөз шықты. Оның алдында көп университеттерді салып тастадым, Стамбул университеті, тағы бірдеңе университеттерді қойдым. Собеседованиеге қайсыған түскіңіз келеді деді. Мен аузыма Мармара деген сөз түсті. Өйткені ол жақта жаңағы мәрмәр теңізі бар ғой, соның қасында орналасқан. Мармара дедім. Бір қызығы мені сол Мармара университетіне түсірткізіп жіберіпті. Әрине қазір қиындау екен ол жаққа, себебі Түркия бурсларында әлемнен келген студенттің барлығы Стамбулға түскісі келеді. Оның бәрі Стамбулға сыймайды. Стамбулда қазір 16-17 миллион халық бар. Сол үшін оларды жаңағы кішкентай университеттерді белгілеу міндеттелген қазіргі кезде. Ал біздің кезімізде мен Мармара дедім, мені Мармараға түсірді.
Сол үшін бұл жақта маған қиындық болған жоқ, сол университетке түскен болатын. Сол университетіңіз туралы айтсаңыз, кішігірім ақпарат. Мармара университеті енді тарихы өте ертеде қаланған университеттердің бірі. Оның кейбір ғимараттары сонау Осман империясында жаңа Абдул-Хамид деген сұлтанның есімен салынған Хайдар Паша корпусы деген бар. Ол жерде құқық юриспруденция оқиды, бірақ қазір соңғы кезде басқа ғимаратқа ауыстырамыз деп жатқан. Бұл университет енді әлемдік мықты рейтингтардың қатарына кіреді. Жалпы университеттің базасы өте мықты. Көбінесе жаңағы Түркияның ішінде ол өте атақты университеттердің бірі. Бір қанша қателеспесем 80 мың ба сондай студент оқиды сол жерде. Ол дегеніміз біздің кішкентай бір қалалардың өзі 40-50 мыңдық қалалар, Көкшетау сияқтыласа. Ал ол жерде бір қаланың адамдары бір университетте оқиды, былай айтқан кезде. Сосын шетелден оқып келген мықты профессорлар бар. Мысалы, жаңағы Америкадан, Европадан оқып келген профессорлар бар. Мынадай нәрсені айтқым келеді. Егер сіздің ағылшыныңыз болмаса, біздің бәріміз басында ағылшынымыз болған жоқ, ағылшын тіліміз. Сол үшін Түркияны таңдадық, былай айтқан кезде. Бірақ Европаның стандартына сәйкес білім алғыңыз келсе, онда Түркияның жақсы университеттерін таңдаған дұрыс. Россияға барып оқығанша Түркияға барып оқыған дұрыс. Себебі Түркияда бір үлкен жобалар болған кезінде, қазір де жалғасын тауда. Ол жаңағы докторантураға, Европаға, Америкаға өзінің студенттерін жібереді. Ол бітіріп келгеннен кейін университетте жұмыс істеу міндетті деген талаптар қойылады. Менің профессорым сол Америка жақтан оқып келген болатын. Европада қаншама стажировкада болған. Сол үшін Европадағы профессорлардан оқып келген мұғалімдер сабақ береді кейбір университеттерде. Сол үшін сол Европаның деңгейіне сәйкес білім алуға болады, егер сіз әрине талпынсаңыз. Және де Түркиядағы ғылым саласына кірдік қой. Ол туралы айта кетейік. Түркияның тағы бір жақсы жері, әлемде шыққан қаншама кітаптарды, ағылшын тілінде, француз тілінде, неміс тілінде кітаптарды түріктер өз тілдеріне аударады, түрік тіліне. Сіз жаңағы неміс, француз тіліндегі кітаптарды түрікше оқи аласыз. Қазіргі кезде біз Қазақстанда қазақша, орысша варианттарын таба алмаймыз ол кітаптардың. Ол жақтан табуға болады. Тіпті мен таң қалған нәрсем, бір кітаптың 4-5 варианты бар, 4-5 автор аударған, ананыкі жаман, мынаныкі күштірек деп таңдап тұрып оқисыз, өзінің нелері бар. Немесе қаншама университет аударған бір кітапты. Сол үшін шет тіліндегі еңбектерді түрік тіліне оқуға мүмкіндік береді. Және де ғылым саласындағы өте көп ақпарат ала аласыз. Өте көп ақпарат бар, ешқандай проблема болмайды ол туралы. Сол үшін егер болашақпен жаңағы оқуға түсе алмасаңыз, Түркияны көрсеңіз болады деген кеңес айтар едім. Өйткені болашақтың кішкене талаптары қиындау болды. Мысалы, мен магистратураны енді бітірген кезім, менде стаж болған жоқ. 3 жылдық ол жерге стаж керек болды докторантураға, үйді залогқа қою керек болды, және де қайтып келіп жұмыс істеу керек болды. Сондай-ақ ағылшын тілін жетік меңгеру керек болды. Менің ешқандай неге талапқа сай келген жоқпын. Бірақ менде қызыл диплом, университетте өз саламда жақсы маман болдым, бірақ жаңағындай талаптарға өтпедім. Мен Түркия бурсларымен өттім, түрікшені өздері үйретті, уақытында бітірдім. Сол салада қазір жұмыс атқарып жатырмын, шыны керек, ғылым саласына. Әрине Түркиядағы мұғалімдер қатты қызықтырды мені. Ол жақта профессорлардың статусы жақсы. Әрине бізде ондай статус жоқ әлі. Сол үшін және де адам өз еркін, бір госслужащийда, мысалы, таңнан кешке дейін отырасыз, анда сабағыңызды бересіз, сосын қалған бос уақытыңызды өзіңіздің шаруаларыңызбен айналысасыз, өзіңіздің ғылыми еңбектеріңізді жазасыз деген сияқты. Сол үшін мен осы оқытушылық саланы таңдадым, қазіргі кезде университет саласында жұмыс жасап жатырмын. Әрине Түркиямен де байланысым үзілген емес. Қателеспесем, докторантураны 1 жыл түрікше, 3 жыл докторантураны оқиды. 4 жыл докторантура. Яғни общий 5 жыл болып кетеді. Кейбір студенттер 5 жылда үлгермейді бітіруге, кейбір студенттер 10 жылға дейін созады, қателеспесем. Сол докторантураға байланысты тағы да қандай нюанстар бар? Түркияда жалпы біздің топта 17 группалас болдық.
ол жерде әлемнің 5-6 мемлекетінен келген шетелдік студенттер болды. Жаңағы Словениядан келген, Қытайдан келген болды, Ираннан келген, сол сияқты университеттерден келгендер болды. И шыны керек, мен группамда екінші болып қорғадым. Мысалы, менің қазір группаластарым бар, әлі бітірмеген. Мен Қазақстанға келіп 2 жыл жұмыс істеп жатқаным, оқу бітіріп. Түріктердің өзі бітіре алмаған, былай айтқан кезде. Себебі ол жақта үлкен кісілер оқыды менімен бірге. Ол кісілердің бөлек жұмысы бар, және де үлгере алмағандар бар. Енді докторантурада талап кішкене күштірек. Ол жерде мысалы мен 262 бет докторлық диссертация жаздым. Қазақстанда мысалы 120 бетпен диссертация қорғай аласыз. Ол жақта 200 бет минимум былай айтылады. Бірақ одан көп болса тіптен жақсы болады. Сол үшін тез бітіру үшін ол жақта барлық мүмкіндік жасалған. 24 сағат кітапханалар жұмыс жасайды. Қазір мен Қазақстанға келіп 24 сағат жұмыс істейтін кітапхана таппай жатырмын. Ол жақта 24 сағат жасайды. Сіз мысалы кешке босайсыз ба, кешке барып та өзіңіздің зерттеуіңізді жүргізе беруге болады. Және де Түркия бурсылары ешқандай финансовый қиындықтар болған жоқ. Бізде докторантураның стипендиясы да жақсы болды. Жатақханада жаңағы 2 мезгіл тамақ берді. Және де жатақхананың шыны керек ішін жуып та кететін. Сіз тазалыққа да қарамайсыз, былай айтқанда өзіңіздің тазалығыңызға қарайсыз, бөлменің емес. Сосын кітапханада жаңағы университетте қолжетімді бағамен тамақ берілді. Қателеспесем, біз барған жылдары 100-150 теңге, қазіргі теңгемен сондай болды. Қазір өзгерген шығар. Сол үшін тек қана оқу керек ол жерде. Және де кітапханада атмосфера болды оқитын. Біз отырған кітапханада тек қана магистранттар мен докторант и мұғалімдер отыратын кітапхана болды. Және де шетелден келген ғалымдар отырды. Сол кісімен пікір алысуға болады. Ол кітапхананың ішінде тегін шай беріледі деген сияқты, тамақ ішетін жерде ішінде барлық условия жасалған, былай айтқан кезде. И таңертең кіресіз, кешке шығасыз. И сол жағдайда мысалы ортаға түскеннен кейін сізде қызығушылық та артады. Сіз мысалы бір ол жерде мысалы Америкадан немесе Россиядан келген ғалыммен сөйлесесіз. И ол бір кітапты айтып сіз білмей қалсаңыз, өзіңізге ұят болады, соны іздейсіз. Сонымен жалпы өзіңізді жетілдіретін жақсы бір орта болды ол жерде. И мен тезірек өзім диссертациямды жаңағы бітіруге тырыстым. Әрине группада екінші болып бітіру ол жақсы бір жетістіктердің бірі. Тіпті жетекшім қазіргі кезде жаңа хабарласып, әлі де ұмытқан жоқ. Мені құттықтап тұрады, осы салада жұмыс істеп жатқаным үшін қатты қуанады. Сол үшін қорықпау керек, сондай ортаға түсу керек, адам өзін сынап көру керек жетілу үшін. И әлемге ашылу керек, былай айтқан кезде. Қазіргі кезде мынау жаһандану несінде біз мысалы көп адамдар Қазақстаннан шығудан қорқады ғой. Ал шығудан еш қорқудың қажеті жоқ. Себебі сіз қазір әлеуметтік желі бар, қазір пандемия болғаннан кейін бізде жаңағы онлайн нелер жақсы жұмыс жасап жатыр ғой. Сіз отбасыңызбен онлайн күнде көріссеңіз болады, сағат сайын сөйлессеңіз болады. Біз барған жылы не болатын, кішкене қиындау болатын, себебі бұл WhatsApp енді шығып жатты, бірақ звондалмайтын, тек сообщение жазалатынбыз. Сосын бір жылдан кейін звондалатын болып шықты, ол да жақсы болды. Одан кейін видеозвонок шықты, енді қазір мүлдем ондай проблема жоқ, сіз күнде сөйлесе аласыз. Сол үшін шықсаңыз болады, барсаңыз болады, ешқандай неден қорықпау керек. Жетілудің ең күшті жері шетелде деп ойлаймын. Қазақстан енді дамып жатыр. Тағы бір қызық мәлімет, мысалы Сингапур қазір дамыған мемлекеттердің қатарында. Сингапур осы дамығанға дейін олар үлкен бір жоба дайындап, өзінің мамандарын шетелге оқытқан болады. Европаға, тағы басқа сол мамандар келіп, қазір мемлекетін көтеру үстінде. И сол үшін елімізді көтеру үшін де негізі шетелдің тәжірибесі өте керек, шетелден білім алу керек. Жаңа бізде ешқандай кітаптар аз болса, ғалымдар аз болса, мемлекетте кадрлар да әлсіз болады. Сол үшін осы салада адам жетілу үшін шетелге шығып білім алу керек. Білуім бойынша көбінесе докторантураға түсетін адамдардың отбасылары бар. Мысалға сіз
Қазақстаннан Түркияға оқуға барғанда, Түркияда өмір сүруге қалыптасу қиын болды ма? Қандай бір нюанстары болды ма? Иә, мен отбасымнан ең бірінші ұзаққа шыққан кезім болатын. Себебі мен Еуразия ұлттық университетінде оқыған кезде үйіміз осы жақта болды, мектепті осында бітірдім. И мен үйден алыс шықпаймын, күнде үйге барамын, тіпті жатақханада да өмір сүріп көрмеген болатын. Сосын Түркияға барған кезде, енді бірінші апта, екінші апта енді Түркияның қызығын көресіз, барып аралайсыз. Содан кейін бір айдан кейін менде кішкене бір депрессия сияқты бірдеңе басталды. Үйді сағынасың, ол кезде еще түркше де білмейтінбіз, көп жақсы білмейміз. Үйге кетіп қалғым келіп деген сияқты бір қиындық болды. Бірақ ол уақытша нәрсе екен. Адам тіл үйренгеннен кейін барлық нәрсе ашылады. И тіл үйренгеннен кейін ол қиындықтар ұмытылды. Сосын жаңа отбасым болған жоқ, себебі мен магистратура бітірген кезде 24 жаста болатын. Бірақ тағы бір қызық мәлімет айтайын, әсіресе ер балаларға. Мен өз жұбайымды, махаббатымды сол жақтан таптым. И ол жақта қыздар өте көп, әдемі және білімді қыздар көп деп айтқым келеді, егер тапсыратын жас жігіттер болса. И бұл тек қана білім алу емес, болашақ жарыңызды табуға да мүмкіндік беретін бір жол деп айтсам болады. Сол үшін мен ол жақта түрік тілін үйрендім. Сосын тағы бір жыл бізде докторантурада жаңа түркше дәріс дөнемі дейді. Бір жыл сабақ оқыдық. Сабақ біткеннен кейін менде 3 жыл диссертацияға зерттеу уақыты беріледі. Ол кезде сіз сабаққа бармайсыз, тек жетекшіге, профессорыңызға барасыз. Сол кезде мен үйленген болатын. Сол жақта Бүйік Адалар дейді, ада островта елшілік жинаған кезде сол жерде таныстым. Әрине біздің үйленуімізде бір тарихи момент деп айтсақ болады, романтикаға толы. Сол жерде жаңағы островта таныстық. Сосын сол жақта шетелде өз жұбыңызды тапсаңыз, ол өте керемет. Сіз жаңа бір жалғыздық сияқты, үйді сағыну деген сияқты мәселелерді жеңуге көмектеседі. Өйткені сіздің туысыңыз да сол кісі болады, Түркияда жүрген кезде досыңыз да сол кісі, и махаббатыңыз да барлығы сол кісі, өте жақын боласыз ол кезде. И біз шыны керек жаңа некемізді де Сұлтан Сүлеймен мен Хюремнің несінде, Сұлтан Сүлеймен мешітінде қидық. И алғашқы баламызды жаңағы Стамбул қаласында дүниеге келді, мен қорғаудың алдында. И бір есте қаларлық, еске ертең өскенде де есте айтып отыратын моменттер өте көп. Айналдырған 5 жылдың ішінде менің өмірімде үлкен өзгерістер болды. Доктор болып келдім, плюс үйленіп, и плюс бір балалы болып келдім. Бір ештеңе жоғалтқан жоқпын былай айтқан кезде. Сол үшін әркім өзінің тағдырын тоқтатпау керек, барып көру керек. Сосын мысалға Қазақстанда магистратураны оқыдыңыз, Түркияға барып докторантураны оқыдыңыз. Жалпы білуім бойынша Түркиядағы магистранттар мен докторанттар сабақтары бірге өте сабақтар, кейбір профессорлары бір болады. Жалпы Қазақстанмен салыстырсақ қандай айырмашылықтар бар оқу беру жүйесінде, білім беру жүйесінде? Оқу білім беру жүйесінде бір үлкен айырмашылық бар деп айтсақ болады. Мысалы Қазақстанда бір тақырып беретін болса, магистранттар мен докторанттарда бір тақырыпты қарап келіңіздер десе, ол жақта бір кітапты береді. Сіз кітап оқып келу керексіз келесіз неде. Сосын кітапты талқылайсыз. Ең басында Қазақстан біліммен айырмашылық өте көп болды. Мен кітапты оқыдым, шықпай кәдімгідей кітап оқып, и барып кітапты айтып беріп жаттым. Қазақстанда сол ғой, кітапты оқисың, барып пересказ жасайсың, сөйтіп айтып жатырмын. И маған кім жаңағы профессор айтады, сен неге ол кітапты маған қайтып алып айтып беріп жатсың дейді. И мен түсінбедім, енді мен не істеймін деп. Мен и так білем, мына кісілердің бәрі біледі, ол кітапты оқып келді. Бізге қайтып айтып берудің қажеті жоқ дейді. Сосын мен түсінбедім де, енді не істеу керекпін деймін. Сөйтсем, ол айтады, бұл кітапта сіз критика жасайтын жеріңіз бар ма, келісетін жер бар ма, дәйірлендірме жаса дейді, түркше айтқанда. Соны айт дейді. Бұның плюс жерлері, анализі, былай айтқан кезде, анализі қандай, талдау жасап көрсеттіңіз дейді. Сіз тек кітапты айтып берудің қажеті жоқ деді. Сол кезде мен үлкен айырмашылықты түсіндім. Біз әлі күнге дейін, және одан кейін магистранттармен бірге оқиды дедім ғой. Бір қырғыз қыз болды магистрантта.
ол да келіп пересказ айтып отқан кезде мен уже күлдім. Значит, бізде осы СНГ-да сондай білім жүйесі. Бізге тапсырма береді, и біз соны қайтадан өзіне айтып береміз. Ол жақта талдау керек, оны критиковать ете білу керек, минус плюс жерлерін ашып білу керек. Соны түсіндім. Әрине ол үлкен плюс адамның дамуында, ойлануына, былай айтқан кезде. Сондай айырмашылық бар. Сосын тағы бір айырмашылықтардың бірі, магистранттар докторантураға түсу үшін өзін көрсету керек екен. Себебі қатты оқитын, кітаптарды үйіп қояды, бізбен жарысып оқитын. Себебі олар өзін магистратурада көрсетпесе, докторантураға түсу несі төмендейді, жаңаға түсу мүмкіндігі. Сол үшін олар жақсы оқиды екен, бізбен жарысып. Өйткені ол жерде жаңағы сұхбат арқылы алынады, келесі жылы сол бөлімде өзін көрсету керек. Магистранттарда мотивация болды докторантураға деген. Және де профессорлар біздің білім жүйесімен салыстырғанда, олар тек білім берумен айналысады, және кітап жазып, мақала жазумен. Өкінішке орай Қазақстанда бізде көптеген нелер бар, қағаз жұмыстар бар, отчеттар бар, сондай не бар, сабақ беруден басқа, былай айтқан кезде. Сол кішкене біздің ғылыми дамуымызға кедергі жасайды екен. Түркияда система жақсы не істеген, жаңағы студенттік өрен-жешілері деген жерде бүкіл документация жүреді, оны студент өзі апарады. Бізде куратор болады, куратор апару керек, немесе мұғалім өзі апару керек деген сияқты проблемалар бар. Әрине, осыны шетелден оқыған студенттер көбейсе, бұл мәселені шешуге болады Қазақстанда. Осы системалық түрде проблемалар бар. Соны шешу керек деп ойлаймын, сол тәжірибемнен бөлісуге болады осы. Магистранттар мен докторанттар көбінесе уайымдайтыны, ол Қазақстанға келгенде дипломның нострификациясы. Сізде қалай өтті? Дұрыс айтасыз. Нострификация проблемасы бар. Негізі магистратурада бір аса қатты проблема жоқ. Оны аударма жасайды, сосын белгілі бір төлейтін ақшасы бар. Соның ақшасымен төлеп жасайды. Мысалы, мен әйелім магистратура бітірген, ол кісі нострификация жасады. Менің нем әлі процесс үстінде, себебі мен келген жылы нострификацияда қиындықтар жасап қойған екен, өзгерістер айтқан кезде. Бір скопусқа мақала шығару керек, және де 3 ВАК, 3 международный конференция, осындай бір талап бар екен, бұл айтқанда 7 мақала шығару керек. Мен Қазақстанда ВАКтарды шығарып қойдым қазір, бірақ ана скопус деген мақала біраз қиын екен, 1 жылдан астам уақыт алады, және де оның рейтингтары бар, осындай қиындықтар бар. Енді оны білім министрімен шешпесе, өйткені бұл үлкен қиындық. Мен Түркияға мақала жаздым былтыр, 1 жыл уақытым кетті, жаңағы Білік деген журнал болды, Social Science-на жібергім, и мақалам шығатын кезде оның процентилі түсіп кетті рейтингі. Ол біздің Қазақстанға өтпейді екен, түсіп кетсе 25-тен жоғары болу керек. Ол 22 болып қалды. Одан ол мақалам келмей қалды. Енді мен ағылшын тілінде мақала шығарып жатырмын, қазір сайтына шықты, енді Scopus'ның несіне шығу керек. Содан кейін барып, мен оның барлығын жинақтап, білім министрлігіне нострификацияға жіберемін. Сосын барып, ол кісілер Қазақстанда маған қайтадан PhD деген диплом береді. И осындай жұмыстары бар. Ол бірақ тек қана білім саласында, университетте неде жұмыс жасасаңыз ғана. Ал бірақ басқа орталықтарда, зерттеу орталығында жасасаңыз, сіздің дипломыңызды қабылдайды. Тек білім министрімен байланысты органдарда істесеңіз ғана қабылдамайды. Сондай қиындықтар бар. Әрине, біз осы қаншама докторант нострификацияда проблема болғаннан министрлікке хат жолдадық осы мәселеде шешуді. Қарастырамыз деді, бізде заң күнде өзгеріп жатады ғой, сол үшін болашақта өзгеретін шығар деп ойлаймын. Бірақ бәрібір скопусыңыз болса, ол өзіңізге плюс. Болашақта профессор болуыңызға үлкен қадам деп айтсақ болады. Білетін шығарсыз, қазіргі таңда бакалавриатқа да түсетіндер, магистратураға түсетіндер, докторантураға түсетіндер, кім грантқа түседі, олардың отработкалері бар. Сол себептен қазіргі таңда студенттер көбінесе Түркияны таңдайды, өйткені арзан, өйткені жалпы қолжетімді болады, тұру жағы да, білім жағы да өте жоғары деңгейде. Сол себепті болашақ магистратура болсын, докторантура болсын түсетіндерге бір кеңестеріңіз болса, сол видеода айта кетсеңіз. Мына Түркия бурсылары бағдарламасының бір керемет жері, ешқандай отработка жоқ, ешкімге міндетті емессіз. Осы сала бойынша қаласаңыз жұмыс істесеңіз болады, қаласаңыз бизнес саласына кетсеңіз болады.
Ал Қазақстанда тағы да бір жаңа сіз айтқан бағдарлама бар. Ол бітіргеннен кейін осы салада жұмыс жасау керек. Отработка, ол 3 жылға дейін отработка жасамаса грантта төлеген ақшаны қайтару керексіз деген мәселе бар. Әрине бұл біздің студенттерге біраз қиындық тудырып жатыр. Ал Түркия бурсаларында ондай проблема жоқ. Қаласаңыз оқудың түскеннен кейін жартысынан тіл үйреніп алып тастап кетсеңіздер болады. Әсіресе мына европалық студенттер болды бізде. Мен де таң қалдым. Европадан жаңағы оқуға түскен. Мен сұрайтынмын, сіздер Европаның білімі жоғары ғой, неге жаңағы Түркияға келдіңіздер деп. Сөйтсем, ол кісілер түркше үйрену үшін келген екен. Бірінші фаундейшн тегін түрік тілінде оқыды, қыдырды Түркияны. Содан Түркия бурсаларын тастап басқа салаға кетті. Түрік тілін үйреніп алды, былай айтқан кезде. Сол үшін Түркия бурсалары бір қатты талап қоймайды ешкімге, сіз қаласаңыз бітіресіз. Жалпы Түркия бурсалары емес, Түркияда білім жүйесі сондай ғой өзі. Сіз түстіңіз ба, 10 жыл оқысаңыз да болады. Енді қазір лимит қойып жатыр, бірақ бұрын сондай болған. Мысалы, сіз тезірек бітірсеңіз де болады. Қаласаңыз, жақсы оқысаңыз, бір емес 2 мамандықты меңгеріп шықсаңыз болады. Бізде қаншама мықты қыздар болды бакалаврда, 2 мамандықты да игеріп шыққандар. Бағаңыз күшті болса, 2 мамандықты үйренуге болады. Ал бір мамандықты игере алмасаңыз, келесі жылы оқисыз, оның келесі жылы оқисыз, сөйтіп созып жүре беруге де болады, айтқан кезде. Сол үшін бір білім алуда бір демократияның бар екендігін көруге болады ол жерде. Сол үшін түссін, көрсін, әлемді араласын. Жалпы Түркияда магистратура, докторантура оқуға кеңес бересіз? Әрине. Жақсы, сұхбат үшін көп-көп рахмет. Бұйырса келесі кездескенше. Басқа да докторанттар, магистранттар болса, сұрақтарыңызды біздің комментарияға жазып, парақшамызға тіркелсеңіз болады. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет.